Сәлем, ақылды балалар. Қалайсыздар? Менің ертегімді сағындыңыздар ма? Ендеше бүгін сіздерге үш күшік деген ертегіні айтып берейін. Таяқ жерге тасталды, ертегіміз басталды. Ертеде кішкентай үш күшік енелерінің бауырында тіршілік кешіпті. Күндері де олардың үлкен болып өскен сондай өз үйшіктеріне сыймай қалыпты. Жағдайды көрген енелері оларды шақырып алып, күшіктерім, сендер енді өстіңдер, енді бұл үйшікке сыймайсыңдар, сондықтан өздеріңе үйшік соғып алыңдар. Байқаңдар, қасқырдың құрығына түсіп қалмаңдар дейді. Енелерінің сөзін құп алған ұяластар жолға шығады. Біраз жүрген соң бірінші күшік сабан көтеріп бара жатқан адамға кезігеді. Маған біраз сабан бересіз бе дейді. Мен өзіме үйшік жасап алайын деп едім. Жарайды, берейін деп бірінші күшікке жолыққан адам біраз сабан тастап кетеді. Сөйтіп бірінші күшік өзіне сабаннан, яғни шөптен, қамыстан әдемі үйшік жасап алады. Ол өзінің үйшігіне көңілі толып, енді қасқыр маған тиісе алмайды. Ал менің үйшігім сенікінен де мықты болады дейді екінші күшік. Мен сендердікінен де мықты үйшік салып аламын дейді үшіншісі. Екінші мен үшінші күшіктер ұяластарын үйшігінде қалдырып ары қарай жүріп кетеді. Көп уақыт өтпей екінші күшік ағаш арқалап бара жатқан адамды кездестіреді. Маған біраз ағаш тастап кетіңізші, өзіме мықты үйшік салып алайын деп едім дейді оған. Жарайды, тастасам тастайын деп кезіккен адам оған біраз ағаш беріп кетеді. Сөйтіп екінші күшік өзіне ағаштан үйшік салып алады. Оның үйшігі сабан үйшіктен гөрі мықтырақ болып шығады. Енді үшінші күшік жолға жеке шығып кетіп бара жатып, кірпіш тасып жүрген адамды кездестіреді. Маған кірпіш беріңізші, өзіме үйшік тұрғызып алайын деп едім дейді ол. Жолыққан адамы жаған кірпішін береді. Үшінші күшік өзіне кірпіштерді қалап, үйшік тұрғыза бастайды. Оған күшіктің ұзақ уақыты кетеді. Бірақ қуанарлығы оның салған үйшігі өте мықты болады. Енді қасқыр маған тиісе алмайды дейді де, қуанып үйіне кіріп кетеді. Бір күні сабан үйшіктің маңынан бір қасқыр өтіп бара жатады. Оны көрген күшік үйшігіне жүгіріп кіріп тығылып қалады. Қасқыр есікті қағып, кішкентай күшік, мені үйшігіңе кіргізші дейді. Жоқ, кіргізбеймін деп жауап береді күшік. Кіргізбесең үйшігіңді үрлеп ұшырып жіберемін дейді де қасқыр аузын желге толтырып алып үйшікке қарай үрлейді. Сабан үйшік үп еткен лепке шыдамай құлап қалады. Бірақ күшік ебін тауып қасқырдан қашып құтылады. Бірінші күшік екінші күшіктің үйшігіне қашып келіп, қасқырдың істеген қылығы туралы айтады. Қасқыр келесі күні екінші күшік салған ағаш үйшіктің жанынан өтіп бара жатады. Екі күшік қасқырды көре салысымен үйшікке кіріп тығылып қалады. Қасқыр есікті қағып, кішкентай күшік, мені үйіңе кіргізші үйшігіңе дейді. Жоқ, кіргізе алмаймын дейді оған екінші күшік. Кіргізбесең сенің үйшігіңді үрлеп ұшырып жіберемін дейді. Қасқыр күшеніп тұрып үйшікті үрлей бастайды. Ағаштан салған үйшікте оның екпініне шыдай алмай, бір шетіне қисайып құлап қалады. Күшіктер қасқырға ұстатпай қашып кетеді. Қасқыр арам тер болып қуғанымен жете алмайды. Екі күшік үшінші күшіктің үйшігіне келіп паналап, қасқырдың озбырлығын баяндайды. Келесі күні қасқыр үшінші күшік салған кірпіш үйшіктің маңынан өтеді. Күшіктер қасқырды көре салысымен үйшікке кіріп тығылады. Қасқыр есікті қағып, кішкентай күшік, мені үйшігіңе кіргізші дейді. Жоқ, кіргізбеймін деп жауап береді оған үшінші күшік. Кіргізбесең сенің үйшігіңді үрлеп ұшырып жіберемін дейді де, бар күшімен үйшікті үрлей бастайды. Кірпіш үйшік құламайды. Бұған қасқыр қатты ашуланады, бірақ долданғанын күшіктерге сездірмейді. Мына үш күшіктің қорлығы оларды қолға түсіру үшін достасқым келетіндей сыңай танытуым керек шығар деп арам ойға кетеді. Күшіктер, мені неге қорқасыңдар? Мен сендерге тиіспеймін. Егер кешкі сағат 6-да жиналып дайын болсаңдар, мен сендерді фермер Смиттің бақшасына ертіп апарамын. Сол жерден түскі асқа керекті шалқан жинап аламыз дейді қасқыр оларға. Жарайды, дайын боламыз деп жауап береді оған үшінші күшік. Үшінші күшік өте ақылды күшік еді. Ол фермер Смиттің бақшасына қасқырдан бұрын сағат 5-те барады. Себетін шалқанға толтырып үйшігіне қайтып оралады. Сағат 6-да қасқыр келіп, дайынсыңдар ма деп сұрайды. Мен жаңа ғана фермер Смиттің бақшасына барып, себет толы шалқан жинап алдым дейді үшінші күшік қулығын асырып. Қазір судан түскі ас дайындап жатырмыз. Қасқыр қатты ашуланады, бірақ ашуын байқатпауға тырысады. Жарайды, ертең таңғы сағат 5-те мен сендерді фермер Браунның алма бағына апарайын.
бақта піскен қызыл алма жинаймыз дейді. Жақсы, болар еді, жауап қатады үшінші күшік. Келесі күні ол таңғы сағат 4-те жолға шығады. Қасқыр айтқан алма бағын оңай тауып алады. Қасқыр баққа келгенде үшінші күшік ағаш басында алма теріп отырады. Ол қасқырды көріп қатты үрейленеді, бірақ қорыққанын білдірмеуге тырысады. Күшік: қасқыр мырза, мына алмалар өте дәмді екен, мен сізге біреуін лақтырайын, дәмін татып көріңіз деп бір алма лақтырады. Алма қасқырдың қолына дәл тимей жерге түсіп, одан төмен домалайды. Қасқыр алманың артынан қуып кеткенде, күшік ағаштан секіріп түсіп, үйшігіне қарай жүгіре жөнеледі. Ұяластарына келіп, есікті мықтап жауып алады. Қасқыр қатты ашуланады, бірақ әлі де болса ашуланғанын сыртқа көрсетпеуге тырысады. Ол үшінші күшіктің үйшігіне келіп: бүгін түстен кейін сағат 4-те дайын болсаңдар, мен сендерді жәрмеңкеге апарамын. Әткеншек теуіп, зымырауыққа отырып, көңіл көтеріп қайтайық деп тағы бір ұсыныс тастайды. Мақұл, барсақ барайық дейді үшінші күшік. Сағат 2-де күшік жәрмеңкеге барады. Әткеншек теуіп, зымырауыққа отырып, уақытын көңілді өткізеді. Ол жерде май шайқайтын күбі сатып алады. Бұл күбі үлкен бөшкеге ұқсайтын күбі екен. Күшік үйшігіне келе жатып, қырқадан өзіне қарсы көтеріп келе жатқан қасқырды көреді. Қатты қорқып кеткен ол көтеріп келе жатқан күбісінің ішіне лып беріп кіріп кетеді. Май шайқайтын күбі қырдан төмен қарай домалай жөнеледі. Оны көрген қасқыр қорыққаннан қашып кетеді. Ал күшік болса күбінің ішінен шығып, кірпіштен салған үйіне аман-есен оралады. Келесі күні қасқыр оның үйшігіне келіп: кеше мен жәрмеңкеге бара алмадым. Қырдан үлкен бір зат домалап түсіп, мені қағып кетті дейді. Ол менің май шайқайтын күбім ғой, оның ішінде мен отырғанмын деп үшінші күшік бұған ішегі қатқанша күледі. Мұны естіген қасқыр ашудан жарылып кете жаздайды. Мен қазір мұржадан түсіп, үшеуіңді де ұстап жеп қоямын дейді қасқыр ызаға булығып. Үш күшік қатты қорқып кетеді. Жалма-жан қазанға су толтырып, астына лапылдатып от жағады. Қасқыр шатырға өрмелеп шығып, мұржадан төмен қарай сырғанайды. Күшіктің біреуі қазанның қақпағын аша қояды. Қасқыр қайнап жатқан суға күмп етіп түсіп кетеді. Осылайша қасқыр қайнаған суға түсіп өліп қалады. Ал ұялас үш күшік болса, кірпіш үйшікте ұзақ жылдар бойы бақытты өмір сүреді. Міне ақылды балалар, бұл ертегіден түсінгеніміз: бауырларымызбен, достарымызбен ренжіспей, өкпелемей, бірге ойнап, күліп, көмектесіп жүрсек, ешқандай қиындықтар жолай алмайды екен. Келесі ертегіме шейін хош, сау болыңыздар ақылды балалар. Менің ертегілерімді жоғалтып алмау үшін лайк басып, подписаться етіп қоюды ұмытпаңыздар.